Қалайсыңдар? Мен Шырайлы Шымкентке келдім. Құрметті менің көрермендерім, құрметті мен достарым, партнерларым, жағдайларың жақсы ма? Менікі өздерің көріп отырғандай көңіл-күй 100% керемет болып отырмын. Себебі мен қазір өзімнің партнерімді тірідей көріп отырмын. Мінекей қазір көрсетейін мен сендерге? Вживую тірідей көріп отырмын партнерімді. Юлдузка, мен жаным әшейін. Красавица, өз маған ұқсаған. Мінезі бәрі, дауысы да ұқсайды негізі. Иә, ұқсаймын. Көп енді ұқсайды. Жолдасы, мінекей кішкентайы, қарсы алып алып, мінекей. Қазір біз Шымкентте келе жатырмыз, иә? Юлдузка. Шымкентке келді. Шырайлы Шымкент. Бүгін енді кішкене бұлттанып тұр екен. Астананың суық жерден келген қыз ыстықтамасыншы деп. Иә. Ертең күн жылы болады шығар. Иә, ыстықтамасыншы деп. Жоқ, мен негізі қатты ыстықты ұнатпаймын. Үйреніп қалғанбыз ғой біз. Сәлем. Қаларыңыз қалай? Юлдуз бізде директор. Иә. Қырғызстанда керемет, уже Қазақстанда емес, даже уже басқа мемлекетте структурасы. Тәжікстанда структурам бар. Вот, керемет жайылып жатыр структурасы. Тәуба. Неге десеңдер, енді өзінің еңбегіне қарай. Бәрі еңбекке қарай ғой. Так что, мінекей Юлдуз деген қызымыз бар. Шымкентте BIC-дің топ-лидері. Ертең конференцияға келеміз. Конференцияға келіңіздер. Шақыр бәрін конференцияға. Конференцияға келіңіздер. Шымкентте алғаш рет болайын деп тұр. Бізден региональный менеджер Дмитрий Пронин болады. И еще мен өзім BIC-ға арнап өлең айтам. Қалай күшті. Өзім жаздым. Керемет. Міндетті түрде келіңіздер. Мә, қалай күшті, Юлдуз. Вот айттым ғой маған құсайды деп. Өзімен айнымайды, өлең айтады, топ-лидер. Активная, красивая. Вот. Негізі өте қуанышты болып отырмын. Өзімнің партнерларым, жолдас екеуі. Жолдасыңның есімі қалай дедің? Сейіл. Сейілге үлкен рахмет. Қарсы алып алып, мінекей кетіп бара жатырмыз, жол үстінде кетіп бара жатырмыз. Мінекей қазір гостиница. Күшті. Балапанның Ильяс екен балапанның аты. Мінекей. Ильяс. Вообще мынау Шымкентте, оказывается, тоже Алматыдағыдай сай-сай екен, жолдары. Жоғары, төмен болып кетеді. Мысалы, біздің Алматымызда солай ғой. Верх-низ деген бар ғой Алматыда. И жүреді солай екенші. Мен баяғыда Астанаға тока келген кезімде таксиге отырам ғой, осыдан 20 жыл бұрын, сол кезде вот туда едьте, вверх деп айтатын да. Астанада верх-низ деген жоқ қой. А енді мен Алматының адамы, үйреніп қалғанбыз ғой біз Алматыда. И вообще маған Шымкент напоминает Алмату, честно говоря. Маленькая Алмата. Өте ұқсайды. Потом бар ғой, Шымкентте сервис күшті дейді ғой. Сервисті көреміз енді бүгін ертең. Уже бірінші сервисті көріп жатырмыз, мінекей. Керемет сервисті көріп жатырмыз. Келдік, гостиницаға келдік. Мынандай. Давайте еще встретимся. Бүгін ертең кездесеміз бұйыртса.